көрсетілген, кейін 3 баллдық сұрақтар, кейін 4 баллдық сұрақтар. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай тұрып жауап берсеңіздер болады. Мен ұяшықтың артындағы сұрақтар ашып көрсетемін. Кім жауап бергісі келеді? Жауап айтып көрейін. Кімдеріңіз бірінші қайсысын жүрді? Бірінші сынып қайсысын? Ортасын. Түсінікті. Жыраудың арманы қандай болды? Ақтанберді жыраудың арманы қандай болды? Балалардың өсиеттеріне Ақтанберді жыраудың арманы балалардың жаман жаққа үйренген, жақсы жаққа үйренуі, және де ешқашан жамандық істемей тек қана жақсылыққа балаларды үйретіп, өзінің болашақты ұрпақтарына қалдырып кеткен деген болды. Балалар бар ма осы сұраққа? Ақтанберді жырау соғыста батырлашы өлімнен қалады. Және де оның арманы ел аман болсын деген арманы болды. Келесі кімнен нақсы келеді? Үшті болды. Орайсында, ортасындағысында. Толғау дегеніміз қандай болады? Толғау дегеніміз, яғни мектепте айтылған толғау, яғни өз халқының, өз яғни жыраудың сол кездегі халықтың жай-күйін толғап айтылуы. Яғни үлкен жыр ретінде айтылады, және де үлкен көлемде болады. Шыққаныңыз. Қосымша жауаптарға мүмкін жауап берсеңіз, иә? Толғау жауабының тікелей байланысы неге жаны? Не, шығыз? Екілік ұпайдың бірінші. Ақтанберді жыраудың сөйлеген жылдары? 1675 және 1768 жылдары жазылды жазылды. Төрттің үшіншісі. Дайынсыз ба? Балаларыма өсиет шығармасаңыз не? Балаларыма өсиет Балаңызға тәрбие, бір-бірінен айырылмас, бірлікте бар қасиет. Көйлек береке, қымасын жүк келеке, араз болсын алтауыз еліне кірген әбеке. 90-ға жас келген соң елін жоқ көрінген бағамағын айтайын, бадырма жолдабақта. Өлмеді мұқтан қайтейін, ел аман болсын ұлайын. Тілегім берді бәрін де разым мұқтайын. Балаларыма өсиет Ақтанберді жырау. Балаларыма өсиет қылмаңыздар кепиет, бірлік мен арман, бірлікте бар қасиет. Татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке, араз болсаң алтауыз еліне кірген әреке. Талпынып салдым екінді, ішсінде бәрдің тегінді, 90-ға жас келген. Ақылың барын ұғарсың, ойым айтқан сөзімді, 90-ға жас келген соң өлім жақын көрінді, бар арманым айтайын, батырлашы жұртта, өлмедім оқтан қайтейін. Тілегім берді бәрінде разым мұқтайын. Жарайсыз. Тағы айтам деушілер бар ма? Жақсы. 2 баллдық сұрақтардан 2 сұрақ қалды, иә? Сол екен қашықтықтайық. Екінің үшіншісі. Или болды ма? Ақтанберді жыраудың қандай толғауларын білесің? Ақтанберді жыраудың Қандай толғауларын білесің? балаларыма өсиет, күндік кісін етіп. 2 балл болса да, тағы 2 баллдықтан 1 сұрақ қалды, сосын 3 баллдықтан біріншісі қалды. Ақтанберді жыраудың туып өскен мекені? Ақтанберді жыраудың туып өскен мекені Алатау таулары. Қаратау. Bir сұрақ қалды, десек кім жауап береді? Сіз жауап беріңіз, иә?
Түрксіб толғаудың идеясы. Не жайлы? Ол жерде яғни сол замандағы Батырлық, ерлік, ержүрек. Атап жасайыншы. өзінің сол ерлігін қандай Қорықпаймыз, оңай сұрақтар. Яғни, үштен біріншісі ма? Үшіншісі. Ақтайберді Сарыл неге жырау деп аталады? Ақтайберді Сарыл жауапкершілік заманда өмір сүргендіктен жоңғарлардың қазақ халқына деген шарқынын сипаттап жырау ататқан. Жырау деп кімді атаймыз? Көмектесіз ба? Көмектесіз. Мен ойымша, Ақтайберді Сарыл неге жырау деп атаған өйткені оның жырлары жырлары түркі тегіс. Тәңкі замандағы болып жатқан адам елді болып жатқан Өзінің заманының жаңдығын жырау арқылы жеткізген. жырлаған. Сол себепті жырау деп атаймыз. Жыр арқылы тағы кім жауап бермесе керек? Сұрақтарға көп емес. Нұржол, қай уақытта Ақтайберді өмір сүрген тарихи кезеңге сипаттама береді. Ақтайберді ол жауапкершілік заманда мемлекеттердің ойрат жоңғар жылында өмір сүрген. Ол бүкіл өмірін тауда қоныс аударып, 2 жылдық кейін жаугершілік өмірде өткізген. Ол батыр мықты жаугер болған. Жаугершілік өмірде. Сіз қандай кімде қосымша жауаптар бар? Бастаймыз. Бізде 19 ғасырда жалпы көптеген сол кездерде жаңағы жыраулардың барлығы өзінің заман шындығын ащы суреттеген айқын көре аламыз. Сондай жыраулардың бірі бізде Мұрат Мөңкеұлы. Мұрат Мөңкеұлының өмірімен және шпион шығармасымен танысатын боламыз. Бірінші мына видеороликті көріп шығыңыздар, сіздер жақсы ма? Осы видеороликтен тікелей тапсырмалар болады, сондықтан мұқият зер салып тыңдаймыз. Дүние сияқты толғау дастандарында қазақ жерін отардаушыларды батыл әшкерелеп, озбырлық саясатқа қаймықпай қарсы тұрды. Мұрат Мөңкеұлы 1843-1960 жылдарда өмір сүрген айтыскер ақын, жырау. Ол қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында туған. Жастайынан жетім болғандықтан ағасы Матайдың қолында тәрбиеленген. Ауыл мұқтасынан мұсылманша сауат ашып, есеппенен ауыл ақынынан тәлім алды. Өзі Мұрын Жырау Секірбекұлына ұстаз айтты. Мұрат Мөңкеұлы 17 жасында жылқышымен, 20 жасында балғараспен, 25 жасында Жаскерен, Жантолы, Шолпан, Тыныштық сияқты ақындармен айтыс додасынан түсіп, әрдайым жыға қосады. 1868 жылы жаңа низам заңы шығып, елдегі шұрайлы қоныстар өзгелерге беріліп, қазақ халқының мал бағатын жайылымдарынан айырыла бастағанын көрген ақын бірден қайғылана жырға арқау етеді. 1873 жылы шыққан шпион өлеңі ата жұрт қоныстың тарылып, халқымыздың рухани тәрбиесіне де кері әсер еткен өзгерістің нақты көрінісін беретін тамаша өлең. Ендеше өлең мазмұнымен танысып болыңыздар. Қайырсыз неге десеңіз, балығы қайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, жайықпенен еділден, сағызбенен жерінен, қастан көпір салдырып, қай сойғанмен Қарабау
Дұрыс екен. Келесі. Айтылған болатын. 17. Кіммен айтысқан 17-сінде? Айтылды ғой жаңа. Кіммен айтысқан? Жылқышымен айтысқан болатын. Ең алғашқы айтысы жылқышымен өтіп жасында болған болатын. Келесі сұрақ. Ерболсын. Шығып, сабаққа. Қалған екеуі кімдікі? Келесі сұрақ. Қиян ұғымы қай өзінде тақырыбында айтылған? Жаңа оны айтты ғой. Зере? Жауап бересіз? Пожалуйста, апай. Келесі үш қиян шығармасының негізгі идеясы. Кімде жауап бар? 5, 4, 5, 6, 7, 8. Жауап бар ма? Жауап бере алмайсың, жоқ. Идеясы жайлы қонысқа тартып алған орталық саясатын халық тұрмысына әсері. Дұрыс. Кім тартып алынмақшы болды? Тартып алды. Орталық саясатын жүргізген кім? Ресей. Өздеріңіз балдарыңыз тыңдап отырыңыздар жақсы ма? Қалай жауап берді? Жалпы 5 сұраққа да жауап берсеңіздер, онда школмен бағаланасыздар. Келесі тапсырмамызға келейік. Дәптермен жұмыс, дәптеріңізді ашыңыздар. Тоғыз формуласын таныстырыңыз, иә? Үш қиян бағалаудың мазмұны жайлы өздеріңіздің түсініктеріңізді маған тоғыз формуласын арқылы қазір білдіресіздер, иә? 7 минут уақыт берейін. 7 минутта дәптермен жұмыс. Осыған байланысты мен мынандай шешімге келдім. Үш қиян дегеніміз алыс жер және жер түбі. Үш қиян не туралы екен сонымен? Түсінігіңізде? Қиян дегенімізде жаңағы Жер түбі. қиян жер туралы. Жоқ, алыс жер және ой деді жазып ой Onымен мынандай қалыптарымен дәлелдей аламыз. 19 ғасырдың басында Ресей елінің ізгі отан алу бастағаны тарихтан белгілі. Осыған байланысты мен мынандай шешімге келдім. Үш қиян толғауы қазақ елінен тартып алынып жатқан өлімдері жайлы айтылған. Менің ойымша осы фильмдердің туралы жүйелермен дәлелдеу туралы айтылған. Себебі мен осы мен оны ұнатпаймын. Бұған туған өз айтып кеткенде кезінде балалары мектепке қойып салғаны, туды салғаны, жаяқтан тартып алғаны, жаңаға қойып салғаны, ойылды тартып алғаны, оның жақсы болғаны еді. Деп ол тағдырындағы трагедиялық кезеңдесі шынайы суреттелген. Оны мен мынандай фактілермен дәлелдей аламын. Ақынның негізгі мазмұндық жүйесі ол жерді сипат қылу мәселесі болған. Осыған байланысты мен мындай бір шешімге келдім. Қазақ елінің ертеден айырылып Ресейге көлік бағыты болып тұрған кезде Қазақ мәдениеті
Apa vai ter isso?